sizlerge kişi bütün takımını aytalar için oyun türünde жүргізейік. Әрбір топтан кезекпен кезек бірінші топ, екінші топ, үшінші топ, төртінші топтан бір-бірден адам шығады. Сонда бір топтан екі адам шығады тұрғанда. Түсінікті ма? Істеген тараптан бәріміз аты-жөнімізді жазып қойыңыздар. Түсінікті ма? Аты-жөнімізді жазасыздар. Сосын қай есеппен қай балл беріліп отыратынын мен өзім айтып отырамын. Түсінікті ғой да? Жақсы, тексерейік. Дұрыс болса бір баллын қосып қой. Келесі, екінші топ. Аттайып келемізсің. Қарай барасың. Дұрыс па? Тексерейік. Дұрыс, бір баллын жазып қой қағазға. Келесі, үшінші топтан. Тексереміз. Дұрыс, келесі, төртінші топтан. Төртінші топтан ерке ойын келе ғой. Так, біз кешегі сабақтарда арифметикалық прогрессия өттік. Солай ма? Соның енді біз дейтін бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты арифметикалық прогрессияларды n-ші мүшесін, алғашқы n-ші мүшелерінің қосындысын есептеу формулаларын сипаттамалық қасиетін білу және қолдану. Келесі жаңа тақырыпқа өтпестен бұрын сіздерге мынандай сұрақ. Бұл жерде арифметикалық прогрессия берді. Солай ма? 2, 8, 14, 20, 26, 32. Яғни бір заңдылықпен. Яғни 6-ға артып тұр. Солай ма? Енді бұл жерде 6 мүшесінің қосындысы бар. 6 мүшесін біз ауызша есептей аламыз. Солай ма? Қосыңыз неше кетеді? 102 кетеді. Солай ма? Ал енді екінші сұрақ. Арифметикалық прогрессия алғашқы 30 мүшесін қосу. Сіздер мынаны тізбектеп жалғап отыру уже уақыт алады. Оны шығарушы бізге арнайы формула бар. Солай ма? Оның оңайырақ жолы бар. Так, қазір бірінші бір видеоролик тамашалап көрейік. Түсінікті ме сіздерде? Соны өлшеп алып сызғышпен өлшеген кезде әрқайсысы 1 сантиметрге тесіліп алып. Спиралды ашып жазған кезде қанша сантиметр екен есептеп көрсетеді бұл жерде. Түсінікті ғой да? Сол кезде көрдіңіздер ғой, спиралды жазған кезде әрқайсысының қадамы, яғни тізбек беріп тұр, соның барлығының қосындысын есептеп табу керек бар. Бір тұсына сандар тізбек беріп тұр. 1, 1,5. Осының барлығын жекелеп қосқанда бізде не болады? Тізбектердің қосындысы шығады. Енді керісінше жазатын болса, қараңыздар. Сол тізбекті айнымен керісінше жазатын болса, қосқан кезде бізде SN-нің формуласы шығады. Яғни алғашқы мүшесінің қосындысы. Осыдан біз теореманы қорытамыз. Арифметикалық прогрессияның алғашқы n мүшесінің қосындысы шеткі мүшелерінің қосындысының жартысын барлық мүше 8, 14, 20, 26, 32. Бұл жерде неше тізбек беріп тұр? 6 тізбек беріп тұр. Сол беріп тұрған 6 тізбекті біз дейтін қосындысын формуламен табуға болады. S6 дейміз. Шеткі нүктелер бар. Міне, бірінші нүктесі, сосын шеткі нүктесі, алтыншы нүктесі. Соны мына формулаға қоямыз. SN тең болады. A1 қосылатын айын бөлінген екілігі дәл. Түсінікті ме? Бұл жердегі A1-іміз 2, 32, бөлесіз 2, бөлекі неше тізбек? 6-ға. Сонда қараңыз. 34, 2 шығады. Солай ма? Бұл кезде мына тізбек арқылы біз нені тауып аламыз? Айырымын тауып аламыз. Айырымын нешеге тек 6-ға тек. Демек сол кезде 2 A1 қосылған 30-шы болса, сонда 26-шы. 2 бөлекіге 30 болады. Қысқарып кететін 15 болады. Енді бізде A1 белгілі болса, D белгілі болса, демек екінші формула қолданамыз. Түсіндіңіздер ғой да? Мына жерден есептеп шығарыңыздар. Нешеге тең болады? 2670 шығады. 2670 шығады. Так, былай істейік. Сіздерге тапсырма берем, қазір топпен жұмыс жасалатын. Бір-біріңізбен ақылдасып шығарасыздар. Түсінікті ғой да? Ең соған болғанда сақ топқа еді. Айтасыздар.
Уақыт аяқталмағанда бірінші топтан сержант шығады. Абылайға шығады. Үшінші топтан Абылқайым Переуов, төртінші топтан Нұртас Имамов. Уақыт кетіп Posso seguir se tu vindo Қате бар, тобынан жөндейтін адам бар ма? Формула қойдың. Нешінші мүшесінде табу керек? Келесі. Өзіңе 2 балл деп дұрыстап жазып ал, күнге Абылқайым 1 балл. Есебің 48 қайтесі. Келесі кім? Сізбен Нұртас айтамыз. Bize nada sound kötüler böyle gelecek. Diyen mobes diyen formula sojerde starter. Принципте орындаймыз. Так, тақтаға бір адамнан шығады. Яғни 24 мүшесінің қосындысы осыған. Жақсы. Әнін әскерін табуымыз керек. Оларды әрқайсы формулаға салып отырамыз. Бірінші берген, берген осылай болады. Әннің мәні сонда 34-ке, ал әнді әннің формуласын салып отырып, мәні 203-те салып аламыз. Көмеккенде дұрыс көмеккен жұмыссыз ба? Так, мына жерде қосқан келесі. Сұраққа жауап арқылы пирамида құрастырасыздар. Так, кім бірінші болады? 5 минут ішінде. Так, екеуінде барлық түсінікті да жұмыспен жұмыс істейсіздер. Üçüncü
заңды институтта бакалавр болды. Мына үшеуін де барлап қатысып отырады. Рамазан мен ерке бар. Қайсы? Так, бұл жауаптармен шықты ма? Жақсы. Екі балдан жазбамыз. Ақтырғай мен ерке. Сіздерде шықты ма? Алпыс жеті, алпыс сегіз. Жазбаңыздар, мен бастай беремін. Тиісті жауап береміз. Жұқсандар қатарсын дедіңіз. Үндемек әркім білген. Сәл жағынаңыз. Қарасаңыз келе қойшы маған. Кім тұра басылшы? Так, келесісі мына топтан Мансур шықты, Абаймен шықты. 7 балдан ойнаймыз. Кімге? Ақбөбекке 7 бал. Тахминаға 7 бал. Нұртас 7 бал. Так, мына жақта сіздердің результаттарыңызды қойғанбыз. Так, үйге